Саламатсыздар ма достар? Менің аты жөнім Успанкулов Маулен, мен заңгермін. Бүгінгі біздің видеомыздың тақырыбы осы микрофинансовый организациялардың осы сіздерге қарсы қойған аресттерін шешуінің осы пайдалы жақтарын сіздерге айтып кететін боламын. Ең біріншіден осы микрофинансовый организация сізге қарсы осы аресттерді қою үшін олар ең алдымен осы нотариустарға барып, нотариустың атқару парақтарын алады. Осы нотариустың атқару парағын алған жағдайда нотариус осы атқару парағына белгілі бір ақыға жасайды оны. Өйткені нотариус өзінің жұмыстарын ақысыз жұмыс жасамайды. Соған байланысты осы ақылардың барлығы сіздердің мойындарыңызға ілінетін болады. Кейін осы нотариустың осы атқару парағын алғаннан кейін микрофинансовый организация сот орындаушыға бүкіл документтерді өткізеді. Сот орындаушылар осы документтің барлығын алып, өздерінің осы жұмысына қабылдаған жағдайда олар да белгілі бір ақыны алады. Сол ақының барлығы негізі сіздің мойындарыңызға ілетін болады. Осы нотариустардың және осы сот орындаушылардың ақыларын төлемеу үшін сіздер негізі осы микрофинансовый организациялардың өздеріңізге қарсы аресттерінің барлығын шешу керек. Осы аресттардың барлығын қалай шешу керек, мен негізі алдыңғы видеоларымда айтып кеткен болатынмын. Ал осы видеода мен сіздерге тек қана осының пайдалы жақтарын айтып кететін боламын. Сіздер осы микрофинансовый организациялардың осы аресттерін шешкен жағдайда, ең біріншіден сіздер осы сот орындаушының пайыздарын төлемейсіз. Сот орындаушының пайызы ол 25% болып келеді осы сіздің қарызыңыздан. Яғни сіз 200 мың теңге немесе 100 мың теңге алдыңыз дейге, сол 100 мың теңгенің 25%-ы 25 мың теңге. Сіздің үстіңізден сот орындаушы босқадан босқа 25 мың теңге көріп тұр. Нотариус бұл жерде 10 мың теңге сіздің үстіңізден босқадан босқа көріп тұр. Сонымен қатар нотариустың тағы да извещение письмолары жібергені сіздің адресіңізға, соның барлығы негізі сіздің мойныңызға ілінеді. Ал егер осы арестті шешкен жағдайда сіз осы сот орындаушының пайыздарын төлемейсіз. Сонымен қатар осы нотариустың пайыздарын төлемейсіз, нотариустың жұмысына және нотариустың письмоларына. Сонымен қатар сізге қарсы бүкіл аресттердің барлығы шешіледі. Яғни сіз өзіңіз банковский карталарыңызбен емін-еркін қолдана аласыз. Сонымен қатар осы Қазақстан Республикасынан осы ұшып шығып, ұшып кіріп, негізі емін-еркін жүре аласыз. Сонымен қатар сізге қарсы осы қандай да бір мүліктеріңіз болса, осы машина немесе де осы үйлеріңіз болса, соның барлығы негізі аресттен шығып, сіз негізі ол мүліктеріңізді сатасыз ба, біреуге бересіз ба, негізі өзіңіз білесіз. Осы мүліктеріңізбен өзіңізде емін-еркін осы қолданатын боласыздар. Ал егер сіздерге қарсы осы белгілі бір аресттер болған жағдайда, мен негізі осы видеоның астына қалдырып кететін болам. Ссылканы сіздер сол ссылкаға өтіп, содан кейін барып, менің WhatsApp чатыма немесе менің осы сайтыма өте аласыздар. Сол сайтқа өтіп, заявканы қалдырған жағдайда мен негізі сіздерге өзім лично хабарласатын боламын. Достар, осы видеоны көріп біткенге дейін сіздер мен YouTube каналыма, мен Instagram парақшама негізі тіркеліп кетіңіздер. Осындай көптеген қызықты видеоларды мен негізі салып тұратын болам. Назар аударғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.